Атырау қаласы ішкі саясат бөліміне қарасты Атырау қалалық қоғамдық даму орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі және Атырау облысы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен бос жұмыс орындарының жәрмеңкесі көрме орталығында ауқымды түрде ұйымдастырылып жатыр. Бұл жерде аталған бөлім тарапынан жүздеген компанияларға сұраныс ретінде жолданған болатын. Қазір уақытта 40-қа жуық компания өздерінің бос жұмыс ваканттарымен жаңағыдай түйіндемелерді қабылдап жатыр. Жалпы осы жұмыстарымыз ниет санатында жастарға арнап ұйымдастырылған болатын. Бірақ қазір уақытта жарнаманың ауқымды болуына байланысты кез келген қала тұрғындары келіп жатыр. Оларға есігімізді ашып қабылдап жатырмыз. Бір айта кететіні, осы жерге рекруттық компаниялар келді. Ол дегеніміз жаңағыдай кез келген түйіндеменің барлығын қабылдап алып, оны ары қарай дамытуға өздерінің үлестерін қосады. Менің бұл жәрмеңкеге ең алғашқы келуім жастарға арналған болғандықтан өзімнің бағымды сынап көрейін деп, мүмкін менің резюмем жұмыс берушілерді қызықтырып, алдағы уақытта жақсы жұмыс табамын деген үміттемін.